Америкадағы $200 алынған азық-түліктерге распаковка. Өте үлкен судың 2 блогы $8. Еттің 2 пачкасы $40. Бұл сиыр еті. Тауықтың аяқтары өте үлкен пачкасы $7. Картошканың 3 пачкасы $9, ал пияз $3. Алманың 1 пачкасы $4-дан екеуі $8. Бананның осыншамасы $3, капуста $3. Спагетти $1,5-дан екеуі $3. Помидордың 2 килограммы $4. Томат $1,5-дан $3. Сгущенканың екеуі $5. Фасольдің 4 штугы $10. Овсянка кашаға осындай. Бұл $2-дан $4. Сахардың 2 килограммы $3,5, жарты килограмм сарымай $4,5. Маргарин $1,5. Сырдың әрқайсысы $2,5-дан екеуі $5. Осындай 1 литр йогурт $3,5. Ал сметананың әрқайсысы $3-дан екеуі $6. 3 галлон сүт, 1 галлонда 4 литр сүт бар, әрқайсының бағасы $6-дан үшеуі $18. Және осындай қою сүт 1 галлон шайға арналған, бұл $3. Коробка мен жұмыртқа бағасы $13, ішінде осындай 60 штук үлкен жұмыртқа болады. Таңғы асқа арналған осындай хлопьялар, мына түрі $5, ал мына екінші түрі $5,5. Осындай үлкен яблочный сок $4. Бумаганың бағасы әрқайсысы $6,5-дан 2 пачкасы $13. Осындай тазалағыш көміттің бағасы $1,5. Ал сізге азық-түліктердің бағасы қалай көрінді, өз ойыңызды жаза кетіңіз.